Мен Байгенженов Өмірсерік Сабыржанұлы 2020 жылы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі ұйымдастырған жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы конкурсының жеңімпаздары қатарына кірдім. Бүкіл еліміздегі жоғарғы оқу орындарының ұстаздарын қамтыған конкурсқа еліміз бойынша 623 оқытушы қатысып, соның ішінде 150 адам жеңімпаздардың қатарына кірдік. Бірінші кезекте еліміздің жоғарғы оқу орындарында жұмыс істейтін оқытушы педагогтардың еңбегін бағалап, кәсіби даму бағытында үлкен мүмкіншілік беретін конкурсты ұйымдастырған үшін Білім және Ғылым Министрлігіне үлкен алғысымды білдіремін. 2009 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің металлургия факультетін бітіріп, білімімді әрі жетілдіру мақсатында магистратура курсына түстім. 2011 жылы аталған университеттің магистратура курсын бітіргеннен кейін ғылыми жолын бастау мақсатында PhD докторантура курсына түстім. 2014 жылы 3 жылға созылған ғылыми зерттеу жұмысымды аяқтап, диссертациялық жұмысымды сәтті қорғаудың нәтижесінде металлургия саласының PhD докторы ғылыми дәрежесіне қол жеткіздім. 2014 жылы ғылыми дәреже алған уақыттан бастап, өзім білім алған Қазақ ұлттық техникалық университетінде ұстаздық қызмет атқарудамын. Ұстаздық қызметпен қоса, университет қабырғасында ғылыми зерттеу жұмыстарымен де айналысамыз. Ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу бойынша тапсырыстар әртүрлі металлургиялық өндірістерден, мемлекеттік гранттық бағдарламалар бойынша түседі. Университетке тиесілі материалды техникалық база, заманауи зерттеу жұмыстарымен айналысуға және алынған нәтижелер бойынша Scopus, Web of Science сияқты базалардың үздік журналдарында мақалалар шығаруға мүмкіншілік береді. Университет қабырғасында алған теориялық білімімді шыңдау мақсатында және нақты зерттеу жұмыстарында қолдану үшін минералдық шикізатты кешенді өңдеу жөніндегі ұлттық орталығы мекемесінің ғылыми лабораторияларында қызмет еттім. Ғылыми лабораторияда қызмет еткен 6 жыл барысында түрлі металлургиялық өндірістерге іссапарға барып, зерттеу нәтижелерін өндіріске енгіздік. Жүргізілген зерттеу жұмыстарының бірі ретінде менің жетекшілігіммен жүзеге асырылған Қызылорда облысында орналасқан қара сланецті кендерді өңдеу нәтижесінде уран, молибден, ванадий және сирек жер элементтерін алуға мүмкіншілік беретін технология жасауды мысалға келтірсек болады. Жасалған технологиялық схеманың нәтижесі үлкен өндірістік орындарында сыналып, өндіріске енгізілуде. Металлургия мамандығы Қазақ ұлттық техникалық университетінің іргетасы қалануына себепкер болған отанымыздың үздік мамандығы. Бұл елбасымыз алғаш кәсібін бастаған және еліміздің экономикалық дамуына үлкен үлес қосып отырған сала. Мақтанышпен айтатын тағы бір маңызды жайт, жалпы Қазақстан аумағында PhD докторларын дайындау Қазақ ұлттық техникалық университетінің металлургия мамандығы бойынша профессор Луганов Владимир Алексеевичтің бастамасымен жүзеге асырылды. Ең алғаш PhD доктор атағын алған Чепуштанова Татьяна Александровна қазіргі таңда металлургия кафедрасының меңгерушісі қызметін атқаруда. Сонымен қоса, менің студенттік кезімнен бастап ұстаздық тәлімін беріп, үлкен жетістіктерге жетуіме көмекші болған Албаев Жақсылық Әліпбаевич, Байконурова Әлия Өмірханқызы, Козлов Владилен Александрович және Луганов Владимир Алексеевич сияқты білікті мамандарға алғысымды білдіргім келеді.